отбасым, менің бақытым тақырыбында шығарма жазуға тапсырма берген. Осы уақытқа дейін оқушылардың ішкі жағдайларынан бейхабар болыппын. Шығармаларын оқып өзім де есеңгіреп қалдым. Сондықтан көмекке қалалық полиция бөлімінің кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторын шақырдым. Құрметті ата-аналар, дәл қазір сіздер ойлап отырған жұмыстарыңыздан маңызды шаруаны тыңдатқым келеді. Ол үшін мүмкін. Өмір кейбіреулерге қызық болып көрінеді, ал мен жанымды ауыртқан, жылатқан, қинаған өмірімді сүріп болдым. Жетеді. Бұдан ары қарай қиналғым келмейді, әке. Күнде өтірік маска киіп алып тәртіптің бейнесін көрсетуден шаршадым. Шегіне жетті бәрі. Менен құтылғандарың сендерге де жақсы болар. Әрқайсың өз өмірлеріңді сүресіңдер. Қалаған істеріңмен айналысасыңдар. Маған бола өтірік отбасы болып өмір сүргендеріңді қоясыңдар. Сендерді қатты жақсы көрем. Ал бірақ менен көп нәрсені талап етесіңдер. Жас кезінде өзі сияқты спорт шебері болып, кейін айтишник, бизнесмен болғанды қалайсыңдар. Ал анам екеуің көп ұрсасыңдар. Анамның қолынан телефоны түспейді. Желілерде өзін мінсіз, бақытты отбасы етіп көрсетеді. Ал шындығында түкте олай емес. Не жетпейтіндерін түсінбеймін. Үйде бәрі бар. Көшеде жүргенде қаншама жағдай төмен отбасыларын көресің, ал оларда бәрі бар. Хан сарайында үйлері, қос-қостан қымбат көліктері, үй күтушілері, күзетшілері, тіпті жеке жүргізушілеріне дейін бар. Ал олар болса, бірін-бірі жек көреді. Олар тіпті сөйлеспейді де. Осының бәрін көру маған өте ауыр. Есімде жоқ. Қашан басымыз қосылып қыдырғанымызда. Оларды мен ғана байланыстырып тұр. Олардан ажырап қалғым келмейтінін, қалай қатты жақсы көретінді неге түсінбейді? Осының бәріне нүкте қою керек деп шештім. Кешіріңдер мені. Ақымақ ұлымды кешір. Әке.